онлайн жүйесіне қаласа да, қаламаса да көшуге мәжбүрлеп жатыр. Қазір Оралда 10 жаста Айша деген қыз бар, минутына қазір 17 мың сөз оқиды. 17 мың Онлайнда ұстайтын тек қана эмоция. Мұғалім оны білмейді. мұғалімнің өзі білмейді, бастаушының. Программа аттап өтеді, аны ақтаңдап қалып қалады. Қазір ғаламат скулдың айлық таза табысы қаншаға? Біз қаңтар айында 5 миллионмен жаптық. Үйде безопасно сабағын көріп отыра береді. Оқи алмайтын бала жоқ, оқыта алмайтын мұғалім бар. Бір рет түсіріп қоясың, оны 10 мың, 100 мың балаға тарата бересің. Әуелі мұғалімнің өзі түсінбегеннен кейін, ол балада қандай құмарлық болады? Осы жүйеге қарсы шығу үшін біз Баулу мектебі деп мен жалпы аштым. Қазір бүкіл Қазақстан бойынша 2,5 миллион бала бар. В принципе, бәрін оқытуға болады. Пәнге бөл. Қандастар, бүгінгі әңгімеміз білім жайлы болады, және де заманның талабына қарай не істеу керек қазіргі білім саласында. Қазіргі мына коронавирус келгеннен кейін Алматы мен Астанада карантин жарияланды, мүмкін басқа қалаларда жариялануы мүмкін. Бұның беті әлі қайта қойған жоқ. Бұл ұзаққа созылуы әбден ықтимал. Осы енді барлық мектептегі, университеттегі мұғалімдердің, оқу жүйесіндегі адамдардың онлайн жүйесіне қаласа да, қаламаса да көшуге мәжбүрлеп жатыр. Біз өзіміз мына бизнес бастау мектебі 5 жылдың ішінде біз өте үлкен жақсы тәжірибе жинадық. Біздің 19 қалада өкілеттілігіміз бар, бірақ бізде бүкіл Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан және Америкада оқып жатқан, Турцияда, Малайзияда оқып жатқан қандастарымыз онлайн жүйеде сабақ оқып жатыр. Біз оларды сабақтарын, үй тапсырмасын бақылап, жүйелі түрде беріп, бір үлкен тәжірибе жинадық. Осыдан 1,5 жыл бұрын математикадан білім беруге мен өзім кіріскен болатынмын. Өйткені ең қажет пән ол математика, ғылымның атасы дейді. Соңмен сол математикадан өте талантты мұғалімдерді жинастырып, біз математика оңай дегенді бастап кеттік. Сонымен қоса, мына тез оқу, жадыны дамыту да өте маңызды ғой жастарға қазіргі. Білім ғылымға қарай бағыт алу. Сондықтан ғаламат скул деген, мега жады деген тағы да бір жобалар қостық. Сонан кейін физикадан оқытуды қостық. Енді бүгін заман талабы осылай келгеннен кейін біз осының бәрін Баулу мектебі деген үлкен бір мектептің аясына жинап, онлайн оқуды ары қарай тез арада Қазақстанның кез келген өңірінен кез келген білімді ала алатындай қылып бір үлкен жүйе жасауға кірісіп кеттік. Және де сіздер үшін жақсы жаңалық, осы алып жатқан білімдеріміздің біраз бөлігін қазір тегін беретін боламыз. Осы орайда енді біздің мегажадының жүргізіп жатқан Дилназ мына коронавирусқа байланысты келе алмай қалды қаланың сыртында, және де физиканы алып жүрген біздің талантты физик баламыз жігерде келе алмай қалды. Жерде математиканы ұйымдастырып отырған мектепке жауапты Қайнарбек, және де ғаламат скулды жүргізіп отырған жауапты Айнұр. Бүгін сіздермен осы онлайн жүйе жайлы біраз әңгіме болады. Қайнарбек, өзің жайлы екі ауыз сөз айтып кетсең, қайда оқыдың, қандай жұмыс істедің? Осы біздің қазіргі құрылып жатқан Баулу мектебінің математика саласын бастағандарыңа қанша уақыт болды, қандай нәтижеге жетіп жатсыңдар? Менің есімім Қайнарбек. 2008 жылдан 2012 жылға дейін Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде математикадан бакалавр мамандығын бітірдім. Одан бұрын Қытайда? Одан бұрын, негізі Қытайдан келіп, 2006 жылы келдім, 16 жасымда. Оған дейін негізгі түпкі негізім сол Қытайда қаланған математика жағынан. Қазіргі таңда... Соң кейін мектепте математикадан... 7 жыл сабақ беріп келе жатырмын, мектепте жалпы. Қазіргі таңда Әсия апаймен жұмыс жасап жатырмыз. Жұмаділдеу Әсия Серікұлқызы. Өте керемет мұғалім. Ол кісі 2002-ден бері қарай... Әсия Жұмаділдаева, да? Әсия Жұмаділдаева. Асқар ағаның туған қарындасы. 2002-ден бергі осы Гори ИПК-да ол кісі мұғалімдерге арнайы сабақ беріп келіп жүрген. Математикадан үйретеді. Біліктілікті арттыру деген курс бар. Әр 3 жыл сайын мұғалімдер біліктілігін көтеру үшін сондай оқу курстарынан өтіп отырады. Өйткені әр 3 жыл сайын жаңағы білім жүйесі де өзгеріп отырады. Сонымен мына математиканы бірігіп онлайн өткізу. Қазіргі таңда сол кісімен бірге онлайн өткізіп жатырмыз. 1,5 жыл болды. Мектеп пәні басқа, сендер мектептен кейін қосымша өткізу. Мектеп негізінен мектеп
программасымен бірге қатар алып жүруге болады оқушыларға. Арнайы сол мектеп программасына арналған қосымша. Бұл мектептің негізгі мұраты не, мақсаты не? Негізгі мақсаты қазақ балаларын жаңағы математикадан 4-5-ке шығару. Барлығын. Өйткені математика көптеген біздің өзіміздің оқушыларымызда математика қиын деген түсінік бар. Біз сол түсініктен шығару үшін. Соңын атын математика оңай деп. Оңай деп бастаған. Осы 1,5 жылдың ішінде қандай жетістіктерге жеттіңдер? Жалпы 1,5 жылдың ішінде біз 1000-нан астам оқушыларды оқытып шықтық. Бүкіл Қазақстанда. Қазір таңда порталымызда 2000-нен астам оқушы тіркелуде. Сонда қай сыныптан бастап қай сыныпқа дейін оқытасыңдар? Біз 1-ші сыныптан бастап алдық. Өйткені кез келген нәрсенің фундаменті дұрыс болмаса, дұрыс қаланбаса, негізі әсіресе. Онда ары қарай оның қаншадан әсемдеп құрастырып шықсақ та бәрі фундамент дұрыс емес. Неше мұғалім бар сонда? Қазіргі таңда 5 мұғалім жұмыс жасап жатырмыз. Сонда қалай бастауыш сыныптарда Алтынай деген 1-ші, 2-ші сыныптарға жауап береді. 1-ші, 2-ші сыныпқа бір мұғалім, содан кейін 3-ші, 4-ші, 5-ші сыныпқа мен өзім. 3-4-5-ке өзің бересің. Сосын 6-7-ші сыныптарға тағы бір Гүлсара деген мұғаліміміз бар. Сосын 7-8-9-ға Ырысқұл апайымыз бар. Ары қарай 10-11-ді ендіға жалпы Әсепайдың өзі дайындайды. Әрқайсылары сол өз саласында үздік. Әр сала өз саласының білікті мамандар. Толық сеніммен айтты. Енді онлайн мектебі Қазақстанда бұрын бола қойған жоқ қой. Көп онлайн оқу қалай, мысалы анау солтүстікте, оңтүстікте ауылда жатқан балалар мұғалімнің алдында оқып, мұғалім анаған түсіндіріп, сабақтан сұрауға үйреніп қалған ғой. Енді сендер мектепте оқиды, бірақ үйде ана репетитор жалдайды, соның орнына сендер оқытып отырсыңдар ғой, да? Дәл қазір сондай деп айта аламыз. Репетитордың орнына біз ауыстырып келеміз. Қалай қабылдады балалар енді ананы компьютердің алдында, болмаса телефонда отырып оқымай қойып, түсінбей қойып, енді жаңа нәрсені қабылдау қиын ғой. Бас кезінде жаңағы сенімсіздік көп болды. Мысалы, негізінен біз ата-аналармен сөйлесеміз ғой. Ата-аналар бізбен бірінші сөйлескенде мен балам ары қарай ютубтан соткаға, ары қарай басқа ойындарға кетіп қалмай ма деген күмәндар болды. Бірақ сабақ барысында біз тікелей балалармен бірге жұмыс жасаймыз күнделікті. Яғни сабақты береміз, соңында үй жұмысы болады. Сонымен қатар мектептен түсінбеген тақырыпты бізден тікелей мұғалімдерге тікелей шығып қоя алады. Сендердің мұғалімдердің тәсілі мектеп тәсілімен бірдей ме, қайталау ма, жоқ мүлде басқа бір тәсілдермен үйретесің? Жоқ, біз негізі Шаталовтың негізгі опорный конспектісін қолданамыз. Мектептің жаңағы сабағын бірге-бір көшірмейміз. Сол тақырыптар, бірақ басқа жолдармен да, бір жеңіл жолдармен да. Мысалы, бір тақырып болса, біз соның екі жолын, кемінде 2 жолын көрсетіп кетеміз. Мектепте былай шығарады, ал негізінде былай шығарсаң оңайырақ болады, жеңілірек болады. Бір қанша нұсқалар ұсына аламыз. Енді мына қазір кризиске байланысты, мына карантинге байланысты адамдарға не ұсына аласыңдар? Біз қазір 1-нен бастап үлкен порталымыз дайын. Соны 1 сәуірден бастап, соны біраз жерін жөндестірсек, 1 сәуірге дейін үлгереміз. 1 сәуірден сол айдың аяғына дейін тегін сабақ ұсынуға дайынбыз қазір. 1-ден 11 сыныпқа дейін математикасы дайын дәл қазір. Енді оған 10 адам, 1000 адам, 10 000 адам, 100 000 адам болса да сия берді. Көтере алады ғой порталында. Соңын сендердің енді сабақтарыңды біреулер көшіріп алып, оны түгел беріп, түгел тарап кетіп, өздерің жұмыссыз қалмайсыңдар ма? Жоқ, ондай мүмкіндік жоқ. Ол жерде мықты қорғаныс жүйесі іске қосылған. Өздеріңнің бір ноу-хауларың бар да? Қандай кепілдік бересіңдер? Енді ары қарай тағы да өзің әнеугүні айтып отырдың, мына мектептің программасы қиындап кетті. Балалар тұрмақ, сол мұғалімдердің өздері сол сабақтарды түсіне алмай, өздері әлі қабылдай алмай жатқанына сендер онда көмек көрсетесіңдер, иә? Міне қарайық, қазір 10-шы, 11-ші сыныптарға жаңартылған программамен университеттің, яғни математика факультеттерінің 1-ші, 2-ші курсындағы сабақтарды кіргізіп тастады ол жерге. Оны оқушыны қойып, кейбір ұстаздарымыз қиналады түсіндірген кезде. Өздері оқымайды. Иә. Солай деп мен толық сенімді айта аламын. Бүгінгі таңда сол бойынша Жұмаділова Әсия апайымыз тура сол сабақтарды бірге-бір мұғалімдерге қайтадан өтіп жатыр. Мұғалімдер дайындау курсы бар да? Мұғалімдер дайындау курсы. Сонымен қатар бастауыш сыныптарда қазір олардың да программасы өзгеріп кеткен. Жалпы біздің мемлекет ұстанып отырған мынандай жүйе бар да, спиральді жүйе дейді. Бір тақырыпты 1-ші сыныптан бастап, соны 11-ші сыныпқа дейін дамытып оқытамыз деген. Ал енді қараңыз, 8-ші сыныптың жаңағы ықтималдық
деген тақырыптар бар. Соны апарып бірінші сыныпқа кіргізіп қойды. Соның элементтерін кіргізіп қойды. 8-ші сыныптың элементін 1-ші сынып. Элементтерінен бастап үйретеміз дейді, бірақ ол жерде ескермеген. Мұғалім оны білмейді. Мұғалімнің өзі білмейді, бастаушымен. Өткенде мұғалімдермен сұхбат жасадым мен, тікелей вебинар өткізіп, сол кезде ол кісілер сондай есептер келген кезде біз амалсыз шығара алмайтын болғандықтан аттап басқа тақырыпқа кете береміз. Программа аттап өтеді, аны ақтаңдап қалып қалады. Иә. Сол себепті мен қазір 1-ші, 4-ші сыныптардың мұғалімдеріне арнайы тек қана математикадан өзім сабақ беріп, сондай курстар ұйымдастырып жатырмын. Қазір жалпы әлемді басқарып отырған бір жүйе бар ғой. Сол жүйенің қитұрқы саясатын, ар жағындағы бір арам ниетін Наум Чомски деген атақты бір социолог, лингвист, ғалым бар. Бүкіл әлем мойындаған. Қазір сол кісіні 21-ші ғасырдың ең интеллектуалы деп сөйтіп мойындады. Нью-Йорк Таймс газеті 21-ші ғасырдың ең интеллектуал адамы осы Наум Чомски деп. Енді біз Хомски деп оқимыз. Сол кісінің бір лекциялары өте көп. Соны тыңдаған кезде, әсіресе мына Америкада басталған бүкіл мына элита, елді басқарып отырған бір билік басына келіп алғандар, байлық тасына басып алған миллиардерлердің ниеті халықты сауатсыз қылып ұстап отыру. Соның бір тәсілі мектептегі оқу жүйесі, университеттегі оқу жүйесін күрделендіріп тастау. Енді мүлде мектепті алып тастауға шамалар жетпейді ғой, мектепті тоқтатып тастағанға, университет жауып тастауға. Енді күрделенгеннен кейін сол оқу жүйесін мүлде күрделендіру. Әйтпесе, біз қазір мен өзім білім беруге бизнес бастауда. Осы салада 5 жыл жұмыс істеп жүргеннен кейін ізденіп білім берудің технологиясын, осының ішіндегі үздік деген мамандардың, ұстаздардың еңбегін зерттейміз ғой. Сонда мен осыдан бір 30 жыл бұрын Виктор Федорович Шаталов деген керемет ұлы ұстаздың еңбек жолын зерттедім де, сол кісінің айтуынша және дәлелдеуінше топас бала жоқ дейді. Кез келген баладан оқу үздігін отличник жасап шығуға әбден болады екен. Ол кісі оны айтты да, істеді де. Қазір өзі 91 жаста, мен ол кісінің бүкіл кітаптарын, бүкіл видеоларын Москваға барып тұрып, арнайы сатып алдым. Сонда айтады, оқи алмайтын бала жоқ, оқыта алмайтын мұғалім бар. Онан кейін ана мектептің жүйесі күрделендіріп тастайды екен де, әйтпесе қызық болса, балалар бірінен кейін бірін мына бір нәрсені шешіп ауыр есепті, одан кейін одан сәл ауыр есепті шешіп, сөйтіп оған қызыға адам ғылымға кіріп кетуі мүмкін. Кіріп кете алады 100%. Абай атамыз айтады ғой өзі. Адам баласы ата-анасына туғанда ішсем, жесем деп туады. Біраз ақылы оянғаннан кейін көрсем, білсем, үйренсем деген жан құмарлық оянады дейді. Сол жан құмарлығын төмендетіп алмай, құртып алмай, оны еліктіріп оқытып жіберуге әбден болады. Бірақ өкінішке қарай, жаңа Қайнарбек айтып отырғандай, жаңа спираль жүйесі деп кіргізді. Енді 8-ші сыныптың элементін 1-ші сыныпқа кіргізіп тастағаннан кейін, ол бала басы жетпегеннен кейін, әуелі мұғалімнің өзі түсінбегеннен кейін, ол балада қандай құмарлық болады? Осы жүйеге қарсы шығу үшін біз Баулу мектебі деп мен жалпы аштым. Сол жерде бүкіл 26 пән, бүкіл пәндер, бірінен кейін бірін тез конкурс жариялап, ең үздік деген мұғалімдерді жинап жатырмыз. Соларға бүкіл Қазақстанның баласын өте жеңіл, тиімді тәсілмен бәрін сауатты қылып шығаруға тырысамыз. Өйткені біздің білім беру жүйесі мектептерде, университетте олар министрліктің бекітіп берген немесінен, программасынан шыға алмайды. Солай ғой да? Сонымен қазір сендердің 11-ші сыныпқа дейін бәрі оқып жатыр да? Оқып жатыр. Енді мұғалімдерді дайындау бөлек курстарың бар да? Бөлек курстарымыз бар. Қай мұғалім дайындайсыңдар? Қазір 1-ден 4-ші сыныпқа дейін бастауыш мұғалімдерін математикасын. Сосын 5-тен 11-ге дейінгі мұғалімдерінде өздерін дайындайды. Мұғалімдер дайындау курсы бар. То есть мұғалімдердің біліктілігін көтеруді. Қайырлы күн қандастар. Нөлден кәсіп бастауға және маркетингтің соңғы 8 құралын үйрететін Аламан курсына қатынасу енді бұрынғыдан қолжетімді болмақ. Яғни Аламан курсын Каспирет, Халық банк арқылы 3 айдан 12 айға дейінгі бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Толық ақпарат алу үшін төменге нөміріңізді қалдырыңыз. Тамаша. Енді міне Қайнарбекпен бірге енді үлкен мұғалімдер, Әсия апайдың 30 жылдық
тәжірибесі. 35 жылдық тәжірибесі бар. Қазақстандағы ең үздік мұғалімдердің бірі. Рыскүл 25 жылдық тәжірибесі бар. Соның кейінгі 7 жылдық тәжірибе бар. Ана басқа мұғалімдерінде 15-12 жылдық тәжірибелері бар. Енді өткен жол бір Әсия апаймен сөйлесіп отырғанда естіп қалдым, ауыл мектептерінде мұғалімдердің біліктілігі қандай? Шалғай ауылдағы, аудандағы, болмаса шағын қалалардағы. Ол жерде әсіресе математиктер тапшы. Себебі қазір бітірген жастар ауылға барғысы келмейді, біріншіден. Екіншіден, ауылдағы мұғалімдер тапшы болғандықтан, және информатика пәнінің мұғалімдері, болмаса физика пәнінің мұғалімдеріне қосымша ретінде және математиканы беріп қойған. Математикаға өзі арнайы оқымаған, кәсіби математик емес адамдар беруге мәжбүр, да? Мәжбүр, өйткені маман тапшы. Сондықтан енді ғылымның атасы математиканы меңгере алмаған, дұрыстап меңгере алмаған бала басқа пәндерді алып кетуі өте күрделі, қиын болады, да? Сондықтан сіз Қазақстанның қай жерінде тұрсаңыз да, Қазақстандағы ең үздік деген мұғалімдерден мына онлайн математиканы сабақ ала аласыздар. Енді ол үшін қандай құралдар, осы онлайн берудің өзінің бір күрделілігі, өзінің ерекшелігі бар ғой, да? Қандай күрделі ерекшеліктері бар, соны қалай қолданып жатсыңдар? Ешбір күрделілігі жоқ. Интернеті болса болды. Жоқ, сабақ беру жүйесі, мысалы қазір мына университеттер, мектептер онлайн жүйесіне көшті. Кеше СДУ-дің мұғалімдерімен сөйлестім, профессорлармен кездесіп қалғанда сөйлестім. Сонда айтады да, бізге қазір міне онлайн көштеп жатыр. Міне Айнұрдың өзі де университетте оқып жүр, онлайнға көштеп жатыр, бірақ ана әлі жүйеге қойылмаған, қыр-сыры көп қой. Қиынырақ, себебі біріншіден мұғалімді дайындау керек. Өйткені ол жерде керекті нәрселердің ең үлкені планшет керек. Графикалық планшет, ноутбукке жалғану керек, өзінің программалары бар арқай. Және оны түсіретін арнайы программалар бар. Және де соған монтажда көре салу керек деген сияқты. Және де оған білікті монтажерлер керек. Оған біздің мұғалімдер дайын емес. Әсіресе ол әрбір мұғалімге әрбір монтажер деген ол ойлау үлкен қиын нәрсе. Өздеріңе қанша уақыт кетті осының бәрін бір жүйеге қою үшін? Бізге жүйелеу үшін бір 6 ай уақыт кетті негізінде. 6 айдың ішінде жүйеледіңдер, оң сабақтарды қазір толықтай дайынсыңдар, да, бірінші? Керемет. Енді міне Баулы мектебінің іргетасында ең алғашқы болып ашылған пән ол математика. Ең білікті мұғалімдермен қазір жабдықталды, құралдары әперілді, видеокамералары бар, графикалық планшеттері бар, монтаждайтын программалары бар, онлайн портал бар, және де мына CRM система, IP телефония бәрі жүйеге қойылған. Енді Қазақстанда біз математикадан өте жоғары деңгейде сауатты білім бере аламыз деген менің жүрегімде сенім бар. Енді дәл осындай физикадан жасалып жатыр. Қазір тез уақытта, қысқа уақытта іске қосамыз. 1 сәуірден бастап біз барлық пәндерді қосуға тырысамыз. Енді қазір біздің осы мегажадыдан басталған Айнұрдың жобасы, мегажады 2-ге бөлінді. Мегажады бөлек, ол жадыны дамыту. Ғаламат скул, ол мына тез оқу. Адамның тез оқу, өте тез жылдам оқу, және құрғаны тез оқымай, соны түсініп оқу. Тез уақытта, аз уақытта көптеген пәндерді оқып шығу. Енді ол мына бүкіл мектептің пәндеріне көмек болады. Өйткені қазір тез мектеппен қоса мына ғылымдарды меңгеру үшін тез оқу керек. Минутына, мысалы, біз қазір 150 сөз оқимыз ба, 500 сөз, 1000 сөзге дейін оқып, және оны сіңіріп, түсініп оқу. Енді Айнұр, ғаламат скул ашылғанда қанша болды, қандай жетістіктерің бар, немен мақтана аласың? Менің атым Айнұр, жасым 20-да. Мегажадыны 1,5 жыл бұрын бастадық, сосын бөлінгеннен соң ғаламаттың қазір ашылғанына ровно 6 ай болды. 6 айдың ішінде енді мегажадта бастапқы кезде кішкене қиындықтар болып, онлайн балалар сабақты көрмей қалады. Сол нелерін бәрін шешіп, ғаламатқа келген кезде прям пісіп жетілген уақыты болды. Сосын алып бәрін тарс жасап, мен ғаламатта мегажада қарағанда жақсы эффект көрсеттім. Қандай эффект қазір? Қандай көрсеткіштер бар? YouTube каналдарында подписчик, Instagram канал подписчик. Instagram подписчик, мұғалімдер оқиды. Instagram'ымыздың өзіне 30 000 подписчик, YouTube'да 10 000 подписчик. Енді ең үлкен клиент келетін жақ ол YouTube. Сондықтан YouTube'ға көп фокус қоямын.
оқушылардың қандай нәтижелері бар? Оқушыларымыздың ең алды қазір Оралда 10 жаста Айша деген қыз бар, минутына қазір 17 мың сөз оқиды. 17 мың? 17 мың. Түсініп оқиды? Түсініп оқиды. Ол жылдам оқу деген кезде бәрі қояды да, ол қалай 17 мың деп. Ол кезде бүкіл сөздер оқылмайды. Негізі тексттің ішінде 75% керек емес ақпарат. Кетіп бара жатыр. Оны просто біз ойда елестете саламыз, біреудің жүріп кетіп жатқаны. Оқығаннан көріп бізге елестеткен әлдеқайда жылдам да. Сондай методтары бар негізі. Штурма дейміз, ассоциация, антиципация, бәрін ютубтан көріп алса болады. Аха. Енді бір бала, жалпы қаншада бала оқып шықты? Бұған дейін қазір 1083 бала оқыды, 6 айдың ішінде. 6 ай 1083 бала оқыды. Қандай курстарың бар? Бізде қазір негізі курстар жас ерекшеліктеріне байланысты бөлінеді. Себебі әр баланың проблемасы әртүрлі. Біз тек денсаулығы дұрыс, бірақ жалқау балалармен жұмыс істейміз. Жалқау солардың байланысты. Енді бүкіл қазақ жалқау ғой. Бүйтіп айтпа, қазір саған неше түрлі жаман сөздер жаза бастайды. Шындығында жалқау балалар көп, Жалқау балалар себебі без конца телефонда отырады олар. Телефон, кликовое мышление, тек ютубтан да неше түрлі челлендждер, керек емес ақпараттар, соның бәрін көріп, олар тек қызық нәрсеге ғана кіріп көріп отырады. Кітап қазір цифровой слабоумие мен цифрлық топастану деген бір үлкен жаман үрдіс жүріп жатыр ғой. Сол кесапат Қазақстанға да келді ғой. Бәрі немен қарай береді да. қызық емес, олар үшін қызықты енді, қызыл жасыл. Сендер қалай қызықтырып жатсыңдар содан бері қарай, енді білімге қарай қалай тартып жатсыңдар? Мен Шаталовтың бір кітабын оқыған кезде мұғалім деген ол актриса, актер болу керек дегенді оқып қалды. Білмеймін, вроде мен 17 бет оқыдым, бірақ соны ғана ұстап қалдым. Бастапқы кезде сабақтарымыз қызық емес, енді 18 жаста бастадым ғой, кішкене сенімділігі жоқ, қызықтыра алмасындай проблема болатын. Шаталовтың ана сөзін оқып алдым, мұғалім деген ол актриса болу керек деп. Сосын алдында сабақтың ішінде неше түрлі эмоциялар, онлайнда ұстайтын тек қана эмоция. Қашан энергияң шығарып, эмоциямен күлесің, жылайсың, приколдар айтасың, сол кезде ғана ұстай аласың. Тартып алу керек қой, да? Тартып әкету керек. Содан кейін сенікі негізгі жылдам оқу, да? Жылдам оқу. Содан кейін жылдам оқу, сосын лидерлік. Мен өзім қатарымның алды болып жүрмін, мысалы группаластарыма қарайсың, олар бұндай жұмыс жасап жатқан жоқ. Қазір командада 17 адам, олар басқару деген сияқты. Сен компанияда 17 адам бар қазір, да? Кімдер істеп жатыр? 18 жылдық тәжірибесі бар мамандар бар, 2 апайымыз бар. Мұғалімдер, Аха. Олар маған бүкілін дайындап береді, бірақ оларды камераға түсірмеймін. Себебі олар тарта алмайды. Ал бүкіл пәндерді дайындап, оқу жоспарын бәрін құрып, мен түсіріп беремін. Сосын олар ары қарай балалармен жұмыс істейді. Соны клиент әкеліп бересің. 4 мұғалім бар. Екеуі жас, екеуі кішкене 18 жылдық тәжірибесі бар. Жылдам оқудан үйретеді, да? Тағы да? Маркетологтар бар, 6 маркетолог бар. Сосын сату бөлімінде 5 қыз. Жалпы командада 17. Керемет. Өзің қайда оқыдың? Ауданда мамандандырылған Дарын мектеп-интернат. Дарын мектебінде. Қалай бітірдің? Қызылға бітірдім. 6 медальмен бітірдің, да? Содан кейін университетте, да? Сосын университетке қазуға түстім. Қазақ ұлттық университеті, филология факультетіне түстім. Кішкентайымнан әдебиет, сол Махамбет жаттап, сосын әдебиетті таңдап, журналист боламын деген оймен келген негізі Алматыға. Сосын бір жыл оқып жүрген соң бизнес бастауға келдім, 18 жасымда. Сосын салыстырып көрдім, мына жаққа кетем ба, мына жаққа кетем ба. Бір нәрсеге фокус қою керек болды. Сосын мен қазгудан шығып кеттім. Себебі апайларым зарплатасы 180 мың, 190 мың. Примерно есептесем мен. Қазір ғаламат скулдың айлық таза табысы қаншаға? Біз қаңтар айында 5 миллионмен жаптық. Тамаша, міне көріңіздер, 20 жастағы Айнұр мектепті алдыңға бітірген, грантқа оқуға түскен, қазір осындай өзі өмірде жетістікке жетіп жатыр. Осынысымен бүкіл мына жастармен, енді өзінің інілерімен, сіңілдері ғой мектепте оқып жатқанда, соларды тура өз жүріп өткен жолмен көрсетуді. Сен өзіңнің қандай мысалы өлең жаттаудан қандай жетістіктер? Мен қазір Махамбеттің бір кітабын жатқа білемін. Махамбеттің бүкіл өлеңінде 118 өлең бар, бір кітабынша, соның бәрін жатқа білемін. Кез келген жерінен сұраса айтып бере беремін. Оқудан қандай нәтиже? Қазір 6400 сөз. 6400 сөз минутын оқисың, да? Негізі оқу жылдамдығы ол бөлінеді, биологияда мүлде басқа, химияда басқа, әдеби пәндерде басқа деген сияқты. Мен енді көбіне топастан үшін әдеби, ертегі, жыр, фантазияны дамыту үшін сол бағытта көп оқимын. Енді мына онлайнның оқудың артықшылығы жайлы, ерекшелігі жайлы айтып кетші, осыны қазір зерттеп жүрсің ғой. Біз басында офлайн енді онлайн деген жоқ, Қазақстанда мүлде жоқ, көшіретін адам жоқ. Ең бірінші проблемамыз сол. Кради как художник дейміз ғой, бірақ көшіретін Қазақстанда ешкім жоқ. Россиядан іздей бастадық, аннан, мыннан.
басында ойлайтынмын, осыны қыртпай, ол офлайн жасай берсек болады ғой деп. Былай қарасам, қазір 6 айдың ішінде 1083 бала офлайн мектептерде, ол нереально. Ары кетсе бір 300. Біз сан жағынан аламыз да. Еще біз оны пайдасы бір рет сабақ түсіріп қоясың, болды. Артықшылықтарын айтып кетші, онлайн мектебінің офлайнға қарағанда бір рет түсіріп қоясың, оны 10 мың, 100 мың балаға тарата бересің. 10 мың балаға 10 рет бөліп энергияны құртқанша бір рет күштеп түсіресің. Әдемілеп тұрып, бәрін тәптіштеп тұрып жазасың. Сосын тарата бересің. Сосын офис не керек емес, бала ан жақтан, мын жақтан жүрмейді. Баланың да уақытын үнемдейді, мұғалім де уақытын. Үйде безопасно сабағын көріп отыра береді. Қазір мынандай жағдай болған кезде үйден ешқайда шықпай сабағын оқи береді. Сосын балалар қайталап. Сосын біздің сабақтарымыз порталда сақталады. Ол қайталап көре береді. Обычно курстарда бір рет барды ма, шыққан кезде 1 сағаттан кейін 70% ақпарат ұмытылып қалады. Себебі мидың жұмыс істеу функциясы сондай. Ал біздікін ол қайталап көре берген соң. Қайта 3 рет 4 рет түсінбей. Көре береді. Курсты бітіріп кетті ма, ол сабақ сақталады. Любой момент ашып көре береді. Сосын бағасы арзан. Репетиторларға барса, сағатына 2000 или сағатына 5000 теңге ең нормальный деген. Сендердікі қанша болады? Бүкіл бір айлық курстың бағасы 15 000 теңге. Ол былай да былай не. Бір сабақтың бағасы бізде 700 теңгеден сәйкес келеді. Негізгі осы онлайн мектеп ашудың идеясы менің миымда баяғыдан жүрген. Осы бизнес бастауды ашқан кезде мен Салман хан академиясы дегенді кездейсоқ бір жерден көріп қалдым. Соны зерттей бастадым. Бұл немене академия, Салман хан кім дегенде, ол тарихы былай болған екен. Салман хан деген бір Бангладеш шешесі, индиялық, мына лабораторияда отырады да, ғылыми жұмыспен айналысады. Өте бір мейірбан, өте білім жолына түскен, және үйретудің маманы да жақсы үйрете алады. Соның бір жиені математикадан түсінбегеннен кейін өтініш жасайды. Мынаны маған түсіндіріп берші деп. Салман хан алыстан отырып, басқа қалада отырып, анаған интернетпен жазып көрсетіп жібереді. Былай деп сызып. Сонымен анау жақсы тез үйреніп алады да, екінші айтады. Мынаны үйретіп беріңізші, мынаны үйретіп беріңізші деп. Сөйтіп, әгі қыз бүкіл класы соған өтініш жасай бастайды. Сөйтіп жүрген кезде Билл Гейтстің қызы тура сол Салман ханның ютубқа шығарып қойған сабақтарын көрген екен. Соңын әкесіне келіп айтады, мына мұғалім мектептегі мұғалімнен әлдеқайда жеңіл, әлдеқайда жақсы тез түсіндіріп береді деп. Соң Билл Гейтс сонымен танысып, Салман ханмен танысып, соған үлкен ақша бөлген. Қазір сол академияда 10 миллионнан астам адам оқытып жатыр. Салман хан айтады, мұғалімдер мені, балалар айтады дейді. Сізді кез келген уақытта тұра тұрыңызшы деп тоқтатып қойып, кері айналдырып көре аламыз. Ал мектептегі мұғалімді тоқтата алмайсың. Ең керемет артықшылығының бірі осындай екен. Сонымен қазір мына кризис кезінде өздерің қандай бір ұсыныстар айтып жатсың? Балалардан басқа сен мұғалімдерді оқып жатсың ғой да? Бізде мұғалімдер курсы да бар. Қанша мұғалім оқып шықты? Осыған дейін жалпы 283 мұғалім оқып шықты. 283 мұғалім? Олардың ең үлкен 58 жаста. 58 жаста тұрып, мен Айнұр апай деген кезде мен өзім неудобно сезініп қаламын ана жерде. Олардан қайда кішкене. Оларға не үйретесің сен? Оларға осылай сабақ деген былай ұйымдастырылу керек. Олар Шаталовты білмейді, сабақты қалай қызық өткізу керек. Қазіргі балалардың бәрі ютубтан креативный заттарды көреді ғой. Ал мектептегі бәрі шаблон да. Олар шаблонмен қымыжы. Сондықтан оларға қызық емес. Ал мына балаларға сол ютуб сияқты креативный сабақ ұйымдастырсаң, сол кезде қызық болады. Сосын біз соны апайларға көрсетеміз. Баланы қызықтырып, оны мәжбүрлеп емес, қатты ұрыспен, таяқпен емес, қызықтырып етсе, әлдеқайда өздері тартылатын болады да. Тамаша. Енді сіздерге айтатын жаңалығымыз, Айнұрмен бірге мен өзім Баулу мектебі деген үлкен мектеп ашып жатырмын, онлайн оқытатын. Неге атын Баулу деп қойдық? Осыдан 100 жылға жуық бұрын, 1923 жылы Ахмет Байтұрсын атамыз жалпы білім беру саласының іргетасын қалаған ғой, біздің ұлт ұстазы. Сол кісі Баулу мектебі деген үлкен мақаласы бар. Интернеттен тауып оқысаңыздар болады. Баулу мектебі Ахмет Байтұрсын десеңіз болуға тиіс. Сол кісі айтады, негізгі оқудың 4 түрі бар дейді. Өлі оқу, төте оқыту, көрнекі оқыту, соңын баулу оқыту дейді. Өлі оқу ақиреттің білімін береді дейді, о дүниенің білімін, мына дүниенің білімін оқытпайды дейді. Төте оқыту бір нәрсені қазіргі оқып жатқан төте оқыту да. Айтады, сызады,
тыңдайды адамдар төтеп оқыту. Көрнекі оқыту деген сөз бір нәрсені көрсетіп оқыту. Оның әсіресе бізде мысалы мына химия пәндерінде, физика пәндерінде түрлі бір жаттығулар жасау арқылы да, бір тәжірибелер жасау арқылы көрнекі оқыту дейді. Ал енді баулып оқыту деген ол теорияны беру, бір жарты сағат, жартылай уақытында 20, 30, 40, 50% уақытында теорияны, оның қыр-сырын, теориясын түсіндіру, қалған уақытта оған соның жолдарын, тәсілдерін көрсету. Жалпы біз табиғаттан үйренуіміз керек дейді Ахмет Байтұрсын айтады. Табиғатта тышқан баласын, мысық баласын тышқанды шалажансарға әкеп беріп, өлтіріп әкеп берсең оны жеп қояды ғой, шалажансар күйінде тышқан оны жейді, тышқанды, мысық. Қыран да баласын сөйтіп үйретеді, қасқыр да баласын сөйтіп үйретеді. Сондықтан ең керемет оқу ол баулып оқыту дейді. Біздің бизнес бастаудың да бүкіл жүйесі осы баулып оқытуға жасалған. Сондықтан баулу мектебі деген мектепті қазір тосыңыздар. 1 сәуірден бастап біз пәндерді тез арада қосуға тырысамыз. Өйткені бізде бүкіл жүйе бар. Мына бизнес бастаудың 5 жылдық тәжірибесі бар, 1,5 жылдық мына математика оңайдың тәжірибесі бар, жарты жылдық ғаламаттың тәжірибесі бар, планшетпен қалай жұмыс істеу керек, монтаж қалай жасалу керек, видеоны қалай түсіру керек, сабақтың структурасы, жүйесі қалай болу керек, оны қалай қызықтыру керек деген бүкіл бізде жүйе бар. Бізде Шаталовтың бүкіл кітаптары, видеолары бар. Соны біз шеттен зерттеп тұрып оқып жатырмыз. Екіншісі, әлем мойындаған Карел Дуэк деген атақты психолог бар. Сол кісінің қазір біз ағылшынша мозгология курсы бар, соны сатып алып, соны мына миды зерттеу курсы да. Бала мимен қабылдайды, сол миға жеңіл болу үшін қалай беру керек, жалпы ми қалай жұмыс істейді, соны түсінгеннен кейін балаға өте жеңіл қылып бере аламыз. Сондықтан біздің мына мектепте беретін тура жүйе емес, соған қосымша өте жеңіл үйрететін бір әлемдік тәжірибедегі ең үздік Салман Ханнан аламыз, Шаталовтан аламыз, Карел Дуэктен аламыз, Мартин Селигменнен аламыз, Ресейдің мықты деген онлайн жүйесіндегі оқып жатқан, мектеп жүйесінде оқып жатқан мықты мамандардың тәжірибесінен алып, Қазақстанда осындай керемет мектеп ашып жатырмыз. Ахмет Байтұрсын атамыздың баулу деп мектебі деп қойған атын 100 жылдан кейін жаңғыртып жатырмыз. Қандай дайындық жұмыстары жүріп жатыр осы баулу мектебін ашуға? Қазір біз енді ғаламат арқылы шаблон жасап қойдық қой. Қалай болу керек, Инстаграм қалай болу керек, YouTube. Мектеп ашқан соң клиент керек қой, ең алдымен клиент, сосын барып мектеп деген сияқты. Қазір бүкіл жүйесі жасалды, шаблон дайын. Енді тек басқа пәндер бойынша вакансия ұсынып жатырмыз. Ең мықты мұғалім. Бүкіл Қазақстанға бір пәннен мықты 5 апай болса былай жетеді. 5 апайды алып сабақтар. Мысалы, химиядан 4-5 мұғалім, физикадан 4-5 мұғалім, биологиядан, зоологиядан, тарихтан деген сияқты. Соның ішіндегі ең сапалы, ең жүйелі, ең керемет бизнес, кәсіби оқытылатын апайларды, ағаларды жинайсыз. Соларға жүйені береміз. Соңын олар бүкіл Қазақстанның балаларын қосымша оқыта бастайды. Қазір бүкіл Қазақстан бойынша 2,5 миллион бала бар. В принципе, бәрін оқытуға болады. Пәнге бөліп. Керемет. Жеңіл және мыңдаған, миллиондаған адамды қамти алатындай, және бұны жеңіл бере алатындай, оқытушыға да ыңғайлы, уақытын үнемдейді, бір нәрсені қайта айта беріп, неге керек? Кітап шыққаннан кейін бір нәрсені жазып, қағазға жазып таратын болғаннан кейін оны қайта айта беріп, не керек? Абайдың заманында сөзін есту үшін қасына келетін. Қазір Абайдың сөзін есту үшін біз кітаптан оқи саламыз, аудиодан тыңдай саламыз. Енді мына YouTube желісі, Instagram желісі, әсіресе YouTube шыққаннан кейін бір сабақты тәптіштеп тұрып, шыңына жеткізіп, керемет қылып, ең білікті маманның аузын жазып тастағаннан кейін болды емес пе? Ана мұғалім не істейді? Енді өзінің білімін жетілдіреді. Тағы да оңдай тәсілдерді іздейді да. Алланың берген білімін 100 адамға, 1000 адамға, 10.000 адамға, 100.000 адамға, миллион адамға көрсетуге болады. Бірақ көрсету үшін оны жасайтын мына техниктер, CRM система, IP-телефония, мына қазіргі автоворонка, чат-бот деген сияқты заманауи технологияны қолдана білу керек. Біз соны қазір кереметтей меңгердік, соның арқасында бүкіл Қазақстанға қызмет жасайтын боламыз. Ең үздік мамандарды аламыз, сонда Қазақстанның балалары кереметтей сауатты болып шығатын болады. Сондықтан қазақтың ғылымының, білімінің іргетасын қалаған Ахмет Байтұрсын атамыздың атындағы баулу мектебіне қош келдіңіздер. Сіздерді осымен құттықтаймын деп айтқым келеді.
енді қазір ғылым білім заманы. Кезінде Ыбырай атамыздың өзі айтқан екен, ғылым білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ қыр арбаны 1000 шақырым жерлерге бір күн жарымда барғызды. Тура осындай тәсілмен сол осыдан 130 жыл бұрын айтқан екен, 134 жыл бұрын ба, Ыбырай Алтынсарин сол кезде армандаған. Мына Европаның ғылым, білім, мәдениетін, технологиясын шіркін-ай меңгеру керек, олар алысқа кетіп қалды деп. Желкілдеп өскен жас шөптей, жас өспірім, жастарым қатарың кетті алысқай. Ұмтылыңдар қалыспай, ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай дейді. Қазір бүкіл әлем жарысып жатыр, білім жарысы жүріп жатыр. Соған біз өз үлесімізді қосамыз. Қазақтың балаларының қолына қолғап киіп алып, бірімен бірі төбелесіп, біреудің жағын сындырып, біреудің бүйрегін түсіріп, төбелесумен боксер болып емес, қолына микрофон алып алып, ән салып, шегіртке болумен емес, ғылым жолына, білім жолына түсуін, роботизация, біздің кешіріңіздер, мен ұмытып кеттім, тағы да бізде смарт робот деген, мына роботқа тәрбиелеу мектебіміз осының ішінде бар. Бұл ауыл мектебі 2 қанаттан тұратын болады. Бір қанатында неше пән? 26 пәннен беретін мектеп программасымен болады. Екінші пән балаларды даму программасы, даму жолы. Онда ғаламат скул, смарт роботқа тәрбиелеу, мозгология, миды зерттейтін мегажады бар. Содан кейін шешендік курс бар. Осындай қосымша балалардың ойлау жүйесін, санасын, лидерлік курстар болады. Осындай ол екіншісі даму мектебі болады. Балаларды дамыту қанаты болады, 2 қанаттан тұрады. Балаларыңызды қазір біз өзіміз тек қана бір рет бағыт беріп көрсетіп жіберсеңіз болды. Сонда кіргеннен кейін шыға алмайтындай, ана балам білімге деген махаббат оянып, математика оңай екен ғой, физика оңай екен ғой, 1 минуттың ішінде 5-10 мың сөз оқу оңай екен ғой деп, білімді оңай, ойнақы түрде, жеңіл түрде беретін боламыз. Бүкіл әлемнің қандай білім беру жүйесінде жетістіктер бар, соны түгел осы Баулы мектебінде болады. Балалар қазір 6-7 сағат ұйықтайды, 16 сағаттан күн түн демей жұмыс істеп жатыр. Баулы мектебі деп атымен аталып отыр. Қазір енді қайтадан математика оңай болады. Математика оңайды мынау Instagram каналы. Кіріп зерттеп көріңіздер. Мынау YouTube каналы. Кіріп зерттеп көріңіздер. Ал енді мынау ғаламат скулдың Instagram каналы. Мынау ғаламат скулымыздың интернет YouTube каналы. Мегажадымен де танысып кетіңіздер. Жадыны дамытатын келесі жолы ол баламыздан сұхбат аламыз. Мегажадының Instagram каналы, Мегажадының YouTube каналы, онлайн физиканың Instagram каналымен танысып не істеп жатқанын бақылаңыздар. Онлайн физиканың YouTube каналымен танысыңыздар. Енді дәл осылай биология, химия, зоология, астрономия, тарих, бүкіл пәндерден ағылшын ең үздік мұғалімдерді жинаймыз да, кереметтей сабақтар түсіреміз. Қазақстанның білім ғылым жолына түскен әлемдегі ең білімді ел болуына үлес қосамыз. Оған сіздердің көмектеріңіз керек. Қандай көмек? Сіздер осы ақпаратты бүкіл Қазақстанға тарата жүріңіздер. 1 сәуірден бастап біз тегін сабақ өткізе бастаймыз балаларға. Рахмет, осындай қуанышты хабармен сіздермен бөліскіміз келді. Қазір күн сайын WhatsApp-ыңызға, болмаса Instagram-ға, Facebook-қа кірсеңіз, ойбай, ана қала жабылыпты, мына қалада мынандай бәле болыпты деген бір қиын жаман ақпараттардың ішінде бір сізге жағымды ақпарат бөлісе жүріңіздер. Жақсылық көрсеңіз, тарата жүріңіздер. Келістік пе? Әрқайсыңыз кемінде бір 100 шақты адамға таратады деген үміттеміз. Шүйінші деп таратсаңыз болады. Ахмет Байтұрсын атамыз өсиет қылып кеткен Баулы мектебі Қазақстанда ашылды. Осымен сізді құттықтаймыз. Өзім уақытымның көбін осы Баулы мектебінің сабақтарын өте сапалы болғанына, әлемдік деңгейде болған үшін қалған уақытымның бәрін осыған арнаймын. Қайырлы күн қандастар. Нөлден кәсіп бастауға және маркетингтің соңғы 8 құралын үйрететін Аламан курсына қатынасу енді бұрынғыдан қолжетімді болмақ. Яғни Аламан курсын Каспирет, Халық банк арқылы 3 айдан 12 айға дейінгі бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Толық ақпарат алу үшін төменгі нөміріңізді қалдырыңыз.